Deniz dengeyine 4376 метр. Алматы шыңа өзіңмен күрес. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін 6 шілде сағат 15:18. Біз Алматы шыңына кетіп бара жатырмыз. Қасында Мақсат Халық мырза. Біз жалпы өзіңмен күресте 4 адамбыз. Алматы шыңы 4376. Қараңыздаршы. Кептеліс бар. Біз билет алдық. Енді не болатын әрмен қарай көреміз. Жүрексінуі бар. Айда, жаса қазақ. Мақсат аға, осыған дейінгі шыққан шыңдардың ең биігі осы болайын деп тұр ма? Ең биігі осылай деп тұр. Әне. 4300-ден асатын шыңға әлі барған жоқ. Бүгін бірінші күн шыққандар шығып түсіп қайтып жатыр екен. Біз ертеңге бүгін етегіне барып түнейміз. Жалпы қызықтар жерге жүктелетін болады. Видеоны өткізбей до конца көріңіздер. Осындай кептеліс. Отпен отырдық. Алматы шыңына дайынсыз. Ғажап. Дайындықты тәуекел, нар тәуекел деп кеттік. Алматы шыңы жарасыпты. Осы шыңда енді қалада жүргенде қанша Алматы қаласы. өзі қаланың барлық жерінен көрініп тұрады ғой. Барлық жерден көрініп тұратын шың. Енді осыдан барып аман есен келсек, мына бір шыңға бардық деп айтып жүреміз ба. Десеге, қалай дайындық қалай? Дайындық әдемі, жалпы менде өзі азарт қой, қай тауды, дома үшбұрышты қай тауды көрем бәріне шыққым келеді. Әсіресе Алматы шыңы қаланың кез келген жерінен көрініп тұрады. Абай шыңы, Алматы шыңы қатар тұрады. Амандық болса, қазір Алматы шыңын бағындырамыз, ертең. Абай шыңын амандық болса, қыркүйекте барамын міндетті түрде. Бесжан мырзаны таныстырып өтейін сіздерге. Бесжан бұл кісі жалпы патриот жігіт. Жалпы шыңдардан түспейді деп айтсақ болады. Қанша шың мен теңестіңіз? 24-ші шыңыма бара жатырмын. Құдайдың құттығына қарасаң әйтеуір шыңда жүреді ғой. Жұмыс істемейтін адам сияқты. Тауда жүреді бе шоғылай. Маған елдер сұрақ қойды ғой, сен жұмыс істейсің ба деп. Керісінше осы кісіге сұрақ қою керек. Біздің таңғы уақытымыз осында, күндіз жұмыстамыз. 500 күн деп айтып жүресіз. Шыңда жолға бір ай қалды 500 күнге бұйырса. Ал, сәттілік. Күн ыстық. Киелеп келе жатырмыз. Шарқам шықты. Түсіп кеттік кәдімгідей. Біздер қарай пересадка жасалып жатырмыз. Саған достар, адам өте көп негізі. Негізі таңертең ертерек шықсаңыздар болады, Шымбұлаққа егер жоспарларыңыз болса. Ал, кірейік. Онсыз да күн ыстық. Бірінен ішіне 8 адамды сығып, таңғыш сумкама бәрін көріп тұр. Ауа жоқ машина. Центрға бұрамыз, қасымызда шағар өзінің, орал өзінің бәрі жап жатқанбыз. Әдемі ғой. Соңғы аялдамаға келдік. You are from? India. 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 Namaste. Welcome to Kazakhstan. What a trapana kya rahi jo actually? What a trapana kya rahi? Huh? You going up? Oh, they're from you. Almaty, local. Yes. Hey, very good. Local people. Almaty. Welcome to Almaty. Thank you. Қазақша білесің ба? Сәлем. Сәлем. Сәлем деп айтшы. О, сәлем. Аман болыңыздар. Сәлем. Осындай туристер көп. Әсіресе Индиядан келгендер. Шымбұлақтың жоғары жағына шықтық. Адам көп. Әрмен қарай біз Богданович мұздығынан әрмен қарай барып түнейміз. Осылай қолда 10 литр суымыз бар. Енді атам жаудан қайтпаған апам шайдан кеше шай ішеміз. Ертең әрмен қарай су апарамыз. Соң барлығын ойластырып, біреуіміз 3-4 килограммда міне мен 10 литр су алып алдым. Ай, бәрекелді. Тағы біраз жейтін тағамдарымыз бар. Енді Алла күш қуат берсін. Биылғы шыққан шыңдарымыздың ең биігі осы болайын деп тұр. Бұйырса бұдан да жоғарғы Талғар шыңын бағындырайық. Болашақта Хан Тәңір шыңын Хан бағындырайық. Тәңіріне барайық. Эверестке шығайық. Адамның барлық кедергі мида, адамның істеген адам істейді бұйырса. Аллах тағала берген мүмкіндікті барынша пайдалану керек қой негізі. Аман болыңыздар, өзіңмен күрес. Ледник Как? убивает колени. Да, у моей колени. Мынау біздің қазіргі түріміз енді. Мына кісілер примерно қатты шаршап, сөйлеуге шамасы келмей келе жатыр. Ертең осы жарқыраған түріміз бола ма? Бірақ Алла күш қуат берсін.
Альпинияда 2 күнге 6-7 шілде. Ассалаумағалейкум. Қалай болды? Шыңдарыңыз. Жеттіңіздер ме басына? Жеттік, иә. Керемет. Қандай сезім? Керемет, шаршадық. Шаршадыңыздар ма? Неге су албасыз да? Су бар ма негізі жоғарыда? Бұлақ бар ма? Бұлақтар бар ма? Иә. Біз ол жайлы ешқандай ақпарат естімедік, сондықтан су алып алдық. Қардың суы ма? Мынаны енді төгуге болмайтын шығар. Бәрі апаруға тұра кететін шығар. Сол ешкімнен білмедік та ақпарат. Жақсы. Күндеріңіз сәтті өтсін. Ассалаумағалейкум. Как? Отлично. Да. Дошли. Дошли? Да. Красавчик. Вот мне достар. Ассалаумағалейкум. Здравствуйте. Как? Дошли? Да, отлично. Красавчик. Ассалаумағалейкум. Нұрбол бауырымыз қайтып келе жатыр. Сәттілік жігіттер. Өзіммен күресін жігіттер. Танып жатыр. Қалай болды енді? Негізі таңертең бірақ жел болып, желдің күшімен кішкене әлсіреп қалған екенсің. Но пикқа жеттік. Басып Бас қосылды ма? Бас. кішкене кішкене әлсірейсің. Но бірақ жеттік. Ертеңге сәттіліксің. Рахмет. Там өткен жылы до конца бара алмай, биыл сол үшін келген. Барам деп па? Галочка қойып, 5 жыл. Әдем. Ертерек баста кету керек па бізге де? Негізі 6-да шың ашылады дейді, қалай ол? Шың, не, перевалда уже 5-тен бастап аша бастайды. 4-терде бастасаңыздар, дұрыс. 4-те баста кету керек, Робот 4-те баста кету керек қой. Мен 4 жағында бастадым, менен кішкене не істеп қалдым. Елдер 3-те баста кетті. 3-те? Адамдар деген талпай кетті народ. Ойбой. Ояу болды адамдар. Жіктер. Жақсы. Инстаграмнан көріп отырамын. Мақсат алыңыздар. Қайырлы күн болсын. Ерледіңіздер, керемет. Негізі бұлақ бар екен білмеген жоқ, қол күйіп кетті ондай тұрсуды. Ендігіде Мақсат мырза көтерген жатыр ары қарай. Мына жақта бұлақтың суы бар екен десе де енді сонша жол көтеріп төгіп тастаудан біртүрлі. Бір нәрсе айта кетейін, жалпы осы 468 күн шыңға шыққанда мен түсінген нәрсем, мынау биік шыңдарға шыққан сайын адамның ойлауы да, тұлғасы да өсе береді екен. Және шыңдар адамды өзіне биік, өзіне ұқсас биік тұлғаларды тартады деген нәрсеге мен басында сәл күліп қарайтын едім, қазір сендім. Өзіміз де биік тұлға ретінде есептейміз. Өйткені өз-өзін сыйласаң жат жанынан түңіледі дейді. Адам ең бірінші өзін жақсы көру керек, өзін шексіз сүю керек. Адам өзін сыйламаса, әлемнен ешбір адамнан оған, ешбір адамның жүрегінде сыйлы орын болмайды. Сондықтан өздеріңізді сүйіңіздер, өздеріңізді қатты жақсы көріңіздер. Ол деген сөз тәкаппарлану емес. Ол деген сөз адам өзін жақсы көрген сайын дамуға тырысады, өзінің бір дамыған версиясын жасауға тырысады, өзімен күреседі. Сондықтан да біз өзімізді шексіз жақсы көреміз, сондықтан да біз өзімізбен күресіп жүрген жайымыз бар. Мәссаған, атмосфераны көрдіңіз ба? Қаладан шыққан таудан көрініп тұр. Біз қазір атмосферадан жоғары жүрміз. Ауа өте таза, керемет. Көбірек тауға шығып тұрыңыздар. Және фук-фук етіп, лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Ойларыңыз болса, айта кетіңіздер. Барлық пікірлерге мен жауап қайтарам. Богданович мұздығы. Біз жетіп қалдық. Бүгінгі шыңға шығып келе жатқан кісілер. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Шыңға шықтыңыздар ма? Иә, Қалай бол сезім? шықтым болды. Керемет, сіздерге қошемет. Рахмет. Әдемі. Аман есен жетіңіздер үйге. Рахмет. Мінекей Богданович мұздығына да жеттік. Қараңыздар. Қап-қара бетін шаңмасқа мұз боп. 6 шілде кешкі сағат 6:11. Өткен кісілердің барлығы таңғалып отыр. 10 литр су алып алыпсың ғой деп. Енді ойладым мен, негізі мынау қар жалпы ері беріп, ақырында құрттап жоқ болады ғой негізінде. Қалай болар екен, таза болар ма екен деген. Ешкім және бізде бұлақтың суы бар деп айтпады. Сондықтан енді біраз жерге кенен төгіп тастау болмады. Енді алып келе жатырмыз. Әлекең міне, Әлихан мырза тоже тау адамы өзімен күресте. 172 күн. Алдымыздан шығып, орын дайындап қой жоғары жақтан. Қазір енді мынау лагерге жақсылап. Ол жақта ту тұр, осы жаққа барып түнейміз. Алматы шығар. Қайсы біз бағанадан бері? Көрінбейді бұл. Көрмей ма? Көрінбейді. Ар жағында. Көрінбейді екен. Елдер ерте қозғалыңыздар деп жатыр. Бірақ кешегі сенбі күнгі 5 шілде 200-дей адам болған мына лагерде. Бүгін енді 75 адамдай дейді. Шамасы.
Сондықтан да бүгін қатты ертең пробка болмас. Міне лагерь. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Шіркін. Қазақ Альпениясы. Альпениядан қазақшасы қалай? Жазып жіберіңіздерші. Альпинист дейміз мысалы. Өрмелеуші ма қалай қазақшасын комментарийға жазып жіберіңіздер. Біз бұған дейін шыңға, тауға көп шығатындардың, тұрақты шығатын қазақтардың аздығынан көп жерлердің атауы орысша Апакатия, Карельник, Потаковка, енді айта берсең көп. Сондықтан бүкіл шыңдардың, барлық жерлердің атауы қазақша аталуға міндетті, керек сол. Өйткені біз Қазақстан ғой, қазақ елі. Мен мынау деп жүрмін, бұл емес па сонда? Бұның ар жағы ма? Бұдан да биік па сонда? Бұдан да биік па? Бұдан да биік. Ойбай. Біз шыққан Барлық кедергімейді. Панфилов анау мұздың үстінде көрініп тұрып. Осы ма, Панфилов? Ар жағымен шықтыңыздар ма? Е. Ну, Панфилов. Мынаны қараңыздар, достар, қандай ғажап көрінсе. 465 күн, 8 күн тауға жай шықтық па. Ой, бұндай күшке де шыдамай жатырмын атасы. Ал біз палаткамызды құрып болдық. Мінеки. Мақсатағы кәдімгі ет, сорпа алып келген ғой. Жоғатам ба? Жер лапша бар. Не жоқ десеңші. Біз қазақтар бір жерге бір күнге шықсақ та айтып аш қалатындай бәрін алып шығамыз ғой. Мен де әйел. Жұғысты болсын. Бәрекелді. Ой, қандай ғажап. Банан. Не жоқ дейсің ғой мына жақта. Ал енді ең бастысы ертең осы күш қуатпен аман есен шыңмен теңесіп қайтайық. Ғажап. Достарымның айды қараңыздар. Былай қарасаң көруге мүмкін емес сияқты. Бөлшегімен көрсетіп тастады ғой. Айтпаңыз. Мынаны қараңыздар. Тамақтанып болдық. Дайындық сақадай сайымыз. Енді палаттың ішінде заттарды реттеп жатырмын. Біз сайдың ішінде нағыз желдің өтінде тұрмыз. Жел қатты соғып палатканы 2-4 жағын жалпы 4 жіппен тасқа тартып тастадым. Аяқты сумкаға тығып алдым. Мені спальный мешок әкелген. Шылыққанымыз ғой деп мынандай бір плет әкелген салдым. Номері 325 номер. Мынандай порваны алып келдім. 50 мың ампер. Жетеді деген. Қазір кітап оқып жатып ұйықтаймын. Мына кітап табысқа талпын деген дос баламның берген кітабы. Оқып бітір деп. Осыны оқимын. Және мынау ертеңге жеңіл сумка, ішінде су бар. Печенье бірдеңдер бар. Осыны дайындап қойдым сақадай сияқты. Біз таңға жуық сағат 3-ге жуық тұрып түсіп кетеміз. Ертең 6-да жоғар жақта болу керек, дайын тұру керек. Мынандай ыңғайлы таяғым бар өзінің. Өте сапасы мықты. Так. Барлығы дайын. Жастығым. Мындай. Қайырлы түн. Мына түнгі аспанда қараңыздар. Фотомен көрсетпесем, видеомен көрінбей тұрмын. Қайырлы таң. Сағат қазір 3:05 кетті. Сағат 4 болды. Адамдардың барлығы кетті. Бүгін адам аз болған емес, асықпай шықтық. Кеттік. Мұздықтарға келдік, аяққа. Мынандай бір кию міндетті, Алматы шыңына. Мінекей. Аяқтарымызға киіп алдық. Осындай жерлерден көтерілесіздер. Биыл қазақ Альпинидасына 95 жыл.
шапақ рауандап атып келе жатыр. Мінекей. Менде образ осылай. Енді темірмен шығатын жерлер бар дейді. Перчатка қолға ештеңе алғам жоқ. Бүгін күн бұлтты. Кішкене дәждавикті алғам жоқ. Не боларын білмейміз. Не болса да нар тәуекел. Кішкене аспирин ішіп алдым біреу. Мұндай тік мұздықтарға келдік. Ең басты қағида аз-аздан үздіксіз тоқтамай ақырын. Бүтінді даурада адамдар келіп жатыр. Жоғары жақта біраз адамдар етіп қалды. Бүгін енді 100-ге жуық адам бар. Бұл бір биік кезеңнен астық. Мінекей, тағы бір кезең. Бұл кезеңнен де астық. Мына бет түгелдей мұздық. Мінекей, арттағы адамдар. Бұндай биік 4000-дық шыңдарға шыққанда ең басты қағида. Мен айтар едім, тоқтама және асықпа дер едім. Өйткені неге? Тоқтасаң, елдің бәрінен қалып қоясың. Білінбей қалып қоясың. Анау аз-аздан үздіксіз деп айтқанымыз ғой. Асықпа деген, тез жүрсең, басыңнан ұрып тастайды. Жүрегің қатты қағады. Сондықтан мұндай жерде пульспен, жүрекпен жұмыс істеу маңызды. Биік шыңдарға шығу бұл еріккеннің ісі емес. Ол керісінше жігеріңді шыңдау. Оң бетте қар жоқ, ал теріскей бетте мұздық. Міне Алматы. Мынау Қапшағай емес пе? Қапшағай ғой. Әлде басқа көл ма? Білмедім. Алматыңыз. Алыстан қарасаң осылай. Кеттік, тоқтамаймыз. Ой, ең қиындығы осы сияқты. Адамдар тоқтап шығып отыр. Мынау миллион жылдық мұздықтардың астында сарылып су ағып жатыр, естисіздер ме? Судың дауысы мына сайды жаңғыртып тұр. Ал біз соның төбесіндегі миллион жылдық қалың мұздықтардың төбесінде кетіп бара жатырмыз. Мынандай тік мұздар. Бұл кезеңнен астық. Бұл асу. Мына жерде қазір тізімделеміз. Біздің шығатын шыңдар. Мәссаған. Қандай керемет. Шебер дегенше, Алланы шебер десеңші. Қар жаудырып қысқылған жұмыртқаны қысқылған дейді. Қандай ғажап. Проложены. Это веревка. Подошли, сразу одели один карабин в одну сторону, второй карабин в другую сторону. То есть карабины разнонаправлены. Этот вот так, этот вот так. Поняли, да? Дальше. Подходите к промежуточку. Все, в принципе. Аударып бересіз? Можно без каски? Я покажу. Без каски нельзя, конечно. Можете тебе помочь? На неге веревка қойып отыр. Қарама қарсы қарау керек. Сосын жүріп келген кезімізде міне екеуін тақтыңыз ғой. Бірінші сосын ауыстыру кезінде біріншісін тағасыз, сосын ғана екіншісін. Страховка тұрмайсыз. То есть обязательно к нему все укру керек. Сколько? Идите вот там вызывать. Не, номерок у тебя. Жоқ, иә? Жоқ, түсінікті, иә. Ал, біз барлық дайындықтар жасалдық. Мынандай. Әрмен қарай. Бисмилла. Мына жерден бастап. Арқан. Образ осылай. Кәдімгісіктей. Енді арқанмен өрмелес шығамыз, достар. Мына жаққа жайлап қар жауып отыр.
мінекей альпинистеріміз. Жетім. Мәссаған достар, қар жауды. Қар жауды мына жақта. Кәдімгідей. Нағыз темірмен өрмелейтін жерге келіп қараңыздаршы. Ал енді перчатка жоқ. Мынаны қарама қарсы крючекті ұстау керек. Бисмилля. Алла күш қуат берсін. Осылай келеміз енді. Рахмет. Телефоным қолдан түсіп кетпесін деп тіле. Мына қараңыздар. Бисмилля. Ал не достар. Вот она. Темірмен шығып бастадық. Қатты қиын емес десе де. Қызық болып отыр. Алғашқы 4000 плюс. Красотища какая. Не деген әдемі көрінісі. Ғажап қой. Стоило всю ночь мерзнуть в палатке, чтобы увидеть такую красоту. Дәл осылай. Крючоктарда кезек-кезек мынау былай болса, мынау керісінше былай алмастырамыз. Азырақ жер қалды. Ең қиын кезеңге жеттік. Негізі 3-тен 2-сіне шығып болдық. Керемет. Мынандай қыздарға не дейсіздер? Вот это адреналин. Қараңыздар, қалай шығып келе жатыр. Мінекей. Алдымызда талай жол. Мақсат аға! Мақсат халық. Белгілі экономист. Негізі мынандай жерде тұр. Ау? Вы задерживаете людей. Поднимайте. Все. Қазір. Перестегивайся. Қайтып баратсыз ба уже назад? Красавчик. Не, бесшан бауырымыз. Өзімен күрес! Бірінші келді. Бірінші жеттік. Бірінші шықтыңдар ма? Бәсе анадан сұрасам. Ана орысшылап қалып. Сен Давай айтып кел ғой. араға. Кел өткізірейін сен. Бесшан негізі кеш бастаған. Мынау сағат 3-те 2-де көтеріліп кеткен 1 жерден сағат 13 минутта ортаға келдім. Арадан жарты сағатқа шығымға көтерілдім. Сонда 2 сағатта шығып Жоғарыдағылар кеттің, айтады, ең мықты нәтиже дейді, жарты сағатта Ә? көтерілді. Әдемі, Мақтап әдемі. отыр. 20 нешесін, дайындалған биыл тақырып. 20 неше шыңға шықтың? 24-ші шыңым. 24-ші шың, биыл Альпинияда бірінші болып шықты. Екеуі замай әлекеңде келді. Ой, ажекем, біргесін. Кім әдемі келе жатыр ма? Бола ма? Нешінші болып шықтыңыз? Мен ба, үшінші, төртінші. Төртінші? Ана бір орыс жігітті Бесекең тағы біреу есі ба? Бізге озып кетті. Осы кетті ма? Я бірінші. Ой, давай, сәттілік келдіңдер. Кішкене қалды. Аз қалдық. Охо, достар. Міне, жетіп қалдық. Аз қалды. Қараңыздар. Мынау екі крючокты қарама қарсы мынандай түйіншектерден осылай байлаймыз. Мынаны былай байладық қой. Елдік қой. Енді мынаны керісінше байлаймыз. Вот осы кезде қауіпсіздірек болады. Міне үйретуге ыңғайлы уақытта үйретіп жатырмын. Көрсетіп жатырмын. Қалайсыздар? Ассалаумағалейкум. Рахмет. Жеттік па? Точно жеттік па? Рахмет көп-көп. Біз кеттік төмен қарай. Әдем. Сіздерді құттықтаймын. Міне достар. Алматы шыңы 4376. Эй. Ғажап. Шынымен теңестім ба? Өзіммен күрестің 469 күні Алматы шыңымен теңестік. Ассалаумалейкум. Давай. Вообще кешегі мен санағанда 225-ші болып шықтым. 225 2 күннің есеп бойынша. Бүгін 23-ші болып. Бүгінгі 23-ші болып шықты. Әдемі. Бүгін 23-ші болып шықтым. Керемет. Біз Федерация альпинизмға да бір видео түсіріп аласыз. Все хорошо. Қандық мырза, сіздің есіміңіз? Гүлнар ханым
не деген еңбек мынау достар айтыңыздаршы. алмадық, Макс, көріне кет. Көріне кет. Мен орысшам жетпегеннен сұрай алмадым да. Бәрекелді, Андрей мырза. Гималайға неше түрлі үлкен пиктарға адамдар алып Жұмысты болсын. О, әдем. Теңіз деңгейіне 4376 метр биіктікте мынандай жұмыс істеу деген енді достар. Керемет. Еңбектеріңіз жана берсін. Қараңыздар достар, міне медеу. Теңіз деңгейіне 4376 метр. Алматы шыңа өзіңмен күрес. Таңғы сағаты 7:30. Аллаға шүкір. Өзіңмен күрестің 469 күніне орай 4000-дық шыңдарықпен теңесіп жатырық. Аллаға шүкірлік айтамыз. Керемет. Мықты болайық, рухымыз өр болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ер азаматтарымыздың рухы биік болсын. Өзіңмен күрес. Медеуді қараңыздар. Мына медеуден көрінетін ең биік шыңда тұрмыз достар. жер соқса ашылады сізден. Иә. Ғажап. Қаржап. Міне достар, жеңіс сезімі деген дәл осылай. Аллаға шүкір, келесі жылға Альпиниядағы міндетті түрде қатысыңыздар. Бұл керемет сезім. Біреулер үшін бұл еріккен дүние болып көрінуі мүмкін. Ал бұл іштегі біраз дүниелер шығаруға көмектеседі негізінде. Бұл шыңға шығуға негізінде мынау көрші ұлттар, орекеңдер көбірек шығады да, қазекеңдер азырақ болса да кішкене орыс тілді қазақтар шығады. Сондықтан қазақ азаматтар, қазақ жігіттері, қазақ арулары мынау тұрған Алатау біздің рухымызды көтеруге бір себеп. Сондықтан да шыңдарға шығатынды әдетке айналдырайық. Керемет. Атауымыз тастап кеткен мынау кең байтақ қандай ғажап. Қазақ жігіттер ара-тұра болып тұрады. Дидар мырза, бұл кісі көбірек шыңға шығатын блогер жігіт. Бәрекелді. Сіздің есіміңіз кім? Рим болады, Ақтау қаласынан. Бәрекелді. 4000. Бәрекелді. Бірден сіз 4000-дық шыңдақтарға жүрек жұтқан екенсіз. Керемет. Аз қалдыңыздар. Біз қайтып бара жатырмыз. Рахмет. Көп. Керемет енді. Мен бұрын шымылдық шыңдаққа мындай шыңдарға мынандай бір сезім болмаған. Басқаша. 4000-дық басқаша енді. Мынау категория бір бой емес, еще 2А ғой. 2А ма? Кәдімгі өрімеді өткі негізі, е? Қызық осы, сонысымен қызық, е? Қызық болды негізі. Мынаның басына шыққанда ана дафамен толықтай бөлінеді екен негізі адамда. Бүйтіп тоқтағанда аз-аздан бөлінеді ғой. Басына шығып қайтқан кезде полный ғой, жібереді ғой. Жетіңіздер, аз қалды. Титов шыңы ең алғашқы шыққан шыңдарымның біреусі. Ну, не обязательно сейчас, потом. Кептеліс. Міне, Алматы шыңымен теңесіп түстік. Қазір міне лагердің асудағы лагерге келіп, сертификат қағазымызды алдық. Өзіңмен күрес! Ғажап. Керемет. Барлықтарыңызға осындай керемет бір көңіл күй тілеймін. Келіңіздер, биік шыңдарды бағындырайық, бірге бағындырайық. Өзіңмен күрес. Осындай керемет сезінен кейін қайтадан тағамызды киіп алып жүгіріп түсеміз ғой. Енді. Аллаға шүкір. Қандай керемет сезін ол. Достар. Бұл басқа сезім. Бұны сіздер ютубтан көріп сезін алмайсыздар. Әр адам өзі шыңмен теңесіп көру керек. Әр қазақтың жігіттері, әр қазақтың азаматшалары мен азаматтар рухты болу керек. Біз елімізді сүйеміз дейміз. Халқымызды, ұлтымызды сүйеміз дейміз. Оның барлығы тілімізді сүйеміз дейміз. Барлығы әрекетпен көрсетілетін нәрсе. Сондықтан сөзден гөрі іске көшейік. Мықты болайық. Өзіңмен күрес.
еңкелеп тау ішінде түнделетіп аймақты көңірентіп іліңгетіп астымда ақ боз атым солаң қағып жалтақтап қолақтарын елеңдетіп осылай ойнақтап түсіп кетеміз енді мұздықтармен. Контент түсіру қатты әдет болмай жүр. Мына кісі Алматы шыңына қанша уақытта жетеді деп менен сұрап жатыр. Қазір осы шыңға шығып барлығын түгелдей дерлік алып соңынан бірақ түседі екен. Бұл кісілердің еңбегі де оңай емес негізі. Қолымда таяғымды бердім. Еңбегі осы кісілердікі екен негізі. Биыл Альпениядағы біз 35 мың теңгеге тіркелдік, тізімделдік. Ойлап едім осы. Бір шыңға сонша адам шықса, бір адамның 35 мың қалай ол? Не деген деп. Сәл негативный ойладым. Сөйтсем, артында қаншалық еңбек жатыр осыны көрдім. Оңай емес. Біздің де мысалға өзімен күреске жалпы ай сайын тіркелу қазір ақылы. Себебі ол жерде 4-5 сағат уақытта отырып, жалпы жобадағылардың бүкіл тізімін күнін жазып шығады және тергейді кім қайда екенін барлығын. Ол да уақыт біріншіден. Екіншіден 100 күн, 200 күн, 300 күн, 365 күнге арнайы медаль жасатады әрбір жоба қатысушысына. Әр сенбі күні сенбілік таңғы ас болады, оны ұйымдастырады. Арасында мероприятиялар болады. Соның барлығын айтсаңыз, негізі бұлай сырттай адамға көрінуі мүмкін. Жай медеуге шығып, күнделікті суға түскенім үшін 10 мың теңге төлейміз ба деп біреулер сұрақ қойып еді маған. Жоқ, негізінде ондай емес. Тегін тұрған тау отанымыздың. Тегін тұрған су, бірақ ол үшін емес. Әңгіме условия. Жағдай, жасалған жағдай үшін. Сондықтан бір нәрсенің артын толық түсінбейінше, толық анық қанығына жетпейінше, сырттан сөйлеуге негізі болмайды екен. Метр су көтеріп көздесек мына жерде. Ең таза су алып жатыр ғой. Бүкіл ауыз су шыққан. Палатканы жинастырдық, міне қайтып бара жатырмыз. Таудан шыңнан түскеннен кейін 2 сағатта ұйықтап алдық. Бәрі керемет. Бүгін 2025 7-ші айдың 7-сі 7-ші шілде сағат 14-тен 33-34 кетті міне. Керемет болды. Құдайға заңсыз мақтаулар болсын. Әдемі болды. Мінекей, Құдайға сансыз шүкірлер болсын. Қаладан көрінетін Алатаудың ішіндегі ең биік шыңдардың бірі Алматы шыңын теңесіп. Мінекей, Шымбұлаққа да жетіп қалдық. Қасында Мақсат ағам бар. Ай, керемет қой. Мақсат аға, сіздің де осы бағындырған. Сезімді айтып жеткізу мүмкін емес енді. Теңескен ең биік шыңыңыз осы ғой. Ең биік шыңымыз. Өрмелеп шығу қалай болды өзі? Өрмелеп тура мағынада өрмелеп. Керемет. Төңгедей сезімді айту. Жеткізу тіл жетпейді енді. Бағанағы жігіт пен қыздың кішіпейілдігін айтам. Керемет. Ырза болдым. Мен нравится, сіздар. Келдік. Қазір канаткаға отырамыз. Сағат. Ұйықтап алды 2 сағат. 2,5 сағат. Қазір 3,5 болды. Ертең келдік. Сәл ғана уақыттар бұрын осыдан айналып 6 шыңмен теңесіп шыққанбыз. Шымбұлақ шыңы деп аталады. Мінекей бүгінде Алматы шыңмен теңесіп қайттық. Біраз шыңдар жабылды.
мен неге шыңдармен теңестік деп айтып жатырмын. Өйткені шыңдарды бағындырдық, жол бағындырдық деп айтып жатады ғой, біз бағындырмаймыз. Бағындыру ол тек Аллаға тән сипат. Ал біз бір сәтке ғана теңеседі екенбіз. Мына түсіп алып біз тамақтануға келдік. Көшеде кәдімгідей. Қауым сылталар келжеміз. Адамдар тұрады екен, иә? Келдік Аланидан, в общем, тамақтан алайық дедік. Масат мырза, Иша мырза, Алиха мырза. Осы орада не болды десеңіздерші? Мына дастархан менен деді ғой, Дархан мырза. Таудың шының бағындап келіп отырсыздар, мынандай бір ас қоймасаңыз келсін. Шалмасаңыздар сіздер келсін. В общем, бәріміз өзімізге үміттен келсіңіздер. Қарап отырмыз. Дархан ағам үнемі қолдайды, өзімен күресті. Әрдайым қолдап келе жатыр, сондықтан біз Алани таңдаймыз. Жақсы келетін сияқты ғой қазір. Ас қосын. көтеріле берейік. Қазақтың мықты деген жастарына үлгі болатын азаматтардың қатарынан болайық. Әрбір жасаған істеріміздің оңды және нәтижелі болуын Алла тағала нәсіп етсін. Әумин. Осымен достар, біздің Алматы шыңы YouTube контентіміз аяқталды. Сапарымыз керемет болды. Баршаңыз осындай биік шыңдармен теңесуге нәсіп болсын.